Баламызды өзіміз болмайтын күнге дайындап кетуіміз керек, жігіттер. Ұлымыз бізсізде бір автоматты түрде функционировать етіп, бір автоматты түрде жақсы өмір сүріп кетуі керек. Біз болмай қалған күннің өзінде. Банальны түрде айтатын болсақ, ертең ұлымыз ақ пен қараны қалай ажыратады, нағыз досты қалай табады, бұл дүниедегі ең бір жақын адамдарымыз кімдер, жанашырларымыз кімдер, ең жақын туыстарымыз кімдер, дұрыс шешімді қалай қабылдаймыз деген сияқты ең бір керек банальны ақпараттардан бастап ұлы дүниелерге дейін үйретіп кету әкелердің негізгі міндеті деп ойлаймын. Ертең балаңызға ақша қалдырғаныңызбен оны бір казиноға құртып, оны бір лудоманияға салып, артыңыздан бір құран емес, бір қарғыс жолдап тұруы әбден мүмкін. Қазақ оны әкенің малы балаға бір мал болмайды деп айтып жатады. Сондықтан жақсы тәрбие берсек, жақсы әке жаман балаға 40 жыл азық деп тағы да қазақ айтқан сияқты, ертең артыңыздан бір сауап жолдап тұратын ізгі ұрпақ қалдырған екенсіз. Бұл өмірде бір ұтылыста емес, бір жеңісте өткен әке екенсіз.